Ханшайым мен жеті өнерпаз. Баяғыда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ай десе аузы, күн десе көзі бар Ханшайым деген жалғыз қызы бар екен. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып қалатын көрінеді. Күндердің күнінде Ханшайым 40 қыз нөкерімен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде оны көктен бір қара құс келіп көтеріп әкетеді. 40 қыз төменде шулап қала береді. Кешке жылап-сықтап үйлеріне оралады. Бірнеше күнге дейін олар ханға болған жайды айта алмай қатты қиналады. Ел жұрты жиналып ақылдасып, сол арадағы бір дана қарияны хан алдына жібереді. Болған оқиғаны естіген хан есінен танып құлап түседі. Оны қоршағап тұрған нөкерлері қорқып қалады. Тек данышпан қария ғана бетіне су бүркіп, ханның есін жиғызады. Басу айтып, ханды тәубасына келтіреді. Бірақ уақыт өткен соң, өз-өзіне келген хан бақсы балгер, қожа молдаларды жинайды. Бірақ олардың бірі де қызды кімнің алып кеткенін, қазір оның қайда екенін біле алмайды. Ешкімнен жәрдем болмайды. Тек ханның Назар атты уәзірі келіп, ханмен ақылдасады да былай дейді. Мұхиттың ар жағында Сәлім деген балықшы тұрады. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Тапса қызыңызды солар табар. Жаныма 500 әскер қосып, темірден кеме соққызыңыз да, мені сонда жіберіңіз. Хан табанда темір кеме соқтырып, бас уәзірін сол балықшы Сәлімге аттандырады. Ол бір айда мұхиттың ар жағындағы Сәлім шалға аман сау жетеді. Барса шалдың өзі ғана отыр екен. Алғашында шал әскермен келген Назардан қорқып қалады. Назар Сәлім шалмен амандасып болған соң мән-жайды баян етеді. Ханның алтын мөрі басылған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сәлім шал балаларын шақырып алып: бұл қонақтар алыс шет жерден сендердің өнерлеріңді естіп жетіпті. Сол елдің ханы Қарақұс алып кеткен қызын тауып берулеріңді өтініп хат жолдапты. Егер тапсаңдар, қызын дүние мүлкімен береді. Өнерді ішке сақтамай сыртқа шығарыңдар, дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға ереді. Олар кемеге отырып кері қарай қайтады. Хан еліне жетуге 1-2 күн қалғанда Назар бір жауынгерін ханға сүйінші сұрауға жібереді. Ол барып сүйінші сұрайды. Хан аямай сүйінші беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып той жасайды. 7 өнерпазды ертіп аман сау Назар да жетеді. Хан өнерпаздарды көріп қатты қуанады. Бірер күн тыныққан соң хан 7 өнерпазды сапарға аттандырады. Олар ұзақ жүріп ақырында хан қызын көтеріп әкеткен Қарақұсты табады. Қасына жақындай бергенде Қарақұс қызды алып көкке көтеріледі. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкені ұша біледі екен. Ол інілерін көтере Қарақұстың ізімен аспанға ұшады. Бірақ Қарақұс пен қыздан айырылып қалады. Оларды іздеп көкте 7 күн 7 түн ұшып жүреді. 8-ші күн дегенде бір дарияның жағасында отырған құсты шашын тарап тұрған қызды көреді. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпіннен қорыққан Қарақұс қызды алып тағы да аспанға көтеріледі. Сонда қуғыншылардың кішісі: қыздан айырылдық деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: өнеріңді көрсет, дейді. Екіншісі асқан мерген екен. Оның көзден атқан оғы құстың 2 санын жұлып түседі де, ол төмен қарай құлдырайды. Қыз аспаннан шыр айналып келіп суға түседі. Үшіншісі сүңгуір екен. Ол суға батып бара жатқан қызды жағаға алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып аман қалады. Кенет бір үлкен айдаһар пайда болып, лебімен бәрін жұтып алмақшы болады да, бұлардың 4-шісі асқан ұста екен. Ол қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырған еді, 5 шақырым жерден қорған соғылды. Әлгі айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып қыса бастайды. Келесі кезек ағайындылардың 5-шісіне тиеді.
Ол жер астынан жол салғыш екен, қолындағы асыл тасын шаққанда жер астынан 5 шақырымдай жол салынып шығады. Ал айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан соң еліне апаратын жолдың қай жақта екенін білмей дал болады. Олардың алтыншысы жол болжағыш екен. Ол бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ арып-аршып шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары тесілген олардың жол жүруге шамалары жоқ еді. Осы кезде көмекке жетіншісі келеді. Ол тағам жасағыш екен. Қойнындағы бір асыл табағын алып, ағаларын тамаққа тойдырады. Кішкене әлденіп алған жетөнерпаз қызбен бір күндік жол жүріп, ханның еліне апаратын жолға шығады. Осылай бірнеше күн жүріп, ханның ауылына да жетеді. Ханшайым қызды аман алып келеді. Қуанған хан ат жаптырып 3 күн той жасайды. Жетөнерпазға қатты риза болады. 4-ші күні өнерпаздарды хан шақырып: "Сендер қызымды тауып әкеліп, бұйрығымды орындадыңдар. Енді мен өз әдемде тұрайын. Бірақ сендер 7 ағайындысыңдар. Қайсыларың маған күйеу бала боларыңды өздерің шешіңдер. Мен үшін бәрің бірдейсіңдер" дейді. Сонда жетөнерпаздардың ең үлкені тұрып: "Бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік. Қайсымыздікі артық болса сол алсын" дейді. Хан мақұл көреді. Алдымен ағайындылардың үлкені бастайды: "Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам қызыңыз жоқ еді" деп 7 күн қарақұстың ізімен ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиесілі деп сөзін жалғастырады. "Сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда мен атпасам қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиесілі" дейді екіншісі. Үшіншісі тұрып: "Ал мен суға құлаған қызды сүңгіп жағаға шығармағанда қыз жоқ еді" дейді. "Сондықтан қыз маған тиесілі" дейді. "Мен тастан қорған соқпағанда бәріңді айдаһар жұтып қоятын еді. Сондықтан қыз менікі" дейді төртіншісі. "Мен болмасаң бәрің тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған лайық" дейді бесіншісі. Алтыншысы тұрып: "Мен болмағанда бәрің де жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емес пе? Қыз маған лайық" дейді. Ақырында жетіншісі тұрып: "Менің табағымнан ас жемесеңдер, бәрің де аштан өлер едіңдер. Сондықтан қыз менікі, маған тиесілі" дейді. Бәрі де өздерінің өнерін айтып ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып: "Бұл жетеуінің де бәрінің де өнері бірдей. Бірақ қызды сүңгуірге қосыңыз. Өйткені ол қызды басқаларынан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 жерге уәзір сайлаңыз" дейді. Хан қызын сүңгуірге қосады. Қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 елді билетеді. Сөйтіп 7 өнерпаз мұратына жетіпті. Құрметті оқырман, біздің ертегіміз осымен тамам. Келесі ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау сәлеметте болыңыз.